Мен Шабдия Мадина Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Менің бүгінгі жобаға алған тақырыбым ілмек бізбен қуыршақ және құлыншақ ойыншықтарын тоқу деп аталады. Бұл жобаның жетекшісі Оразалиева Перизат Абиталиевна. Бұл шығармашылық жобаның мақсаты жастар арасында ұмыт болып бара жатқан қолөнерді жаңғырту және қазіргі заманымызға лайықты сапа түр беріп сәндік қолөнерді дамыту. Бұл жобаның міндеті қолданбалы қолөнер жайлы білу, қолөнер жайлы туралы мағлұмат беру, қолөнер туралы технологиясын үйрету және шартты белгілерін таныстыру, эстетикалық талғамды қалыптастыру. Кіріспе, шығармашылық ізденіс үстінде халық шеберлері ілмекпен тоқу өнерінің сан алуан түрлерін ойлап тапты. Және де өз ұрпағының 8 қырлы бір сырлы болып өсуін мақсат еткен біздің ата-анамыз өзінің бойындағы бар асыл қасиеттерін бізге үйретіп келуде. Және де сол арқылы, өзіміздің бойымыздағы өнеріміз арқылы біз сыртқы ортамыздағы барлық көркемдігімен көз тататындай әдемі бұйымдарды жасап елді таңғалдыра аламыз. Және де ілмекпен тоқу өнері қазіргі заманда жалғасын тауып, қазақ халқының өнер шығармашылығымен толысып дамып, әсемдігімен, көркемдігімен көз тартты эстетикалық талғамда өркендей бермек. Тарихынан үзінді. Ілмекпен тоқу өнері алғашында ілмекпен тоқуды ер адамдар кәсіп ретінде алған. Ол ілмекпен тоқу, ілмек біз басында өте қолды зақымдағыш болып келген. Ол сүйектерден немесе ағаштардан жасалған. Сондықтан да онымен ер адамдар айналысқан. Ал қазіргі кезде техника дамып, ілмек бізбен әйел адамдар айналыса бастады. Қазіргі таңдағы ілмек біз өте ыңғайлы. Және де ілмекпен тоқу өнерінің саласының сарапшысы, саяхатшы Анна Поттердің айтуы бойынша заманауи ілмекпен тоқу өнері 16 ғасырда дами бастаған. Ал доктор Эдмунд Рот Үндістандағы Гвианадағы үндістермен жолығып, нағыз ілмекпен тоқылған бұйымдарды көрген. Және де Еуропаны зерттеп, Лиза Паулдан да қызықты үш тұжырымдар ойлап тапқан. Және де қазіргі кезде Еуропада ілмекпен тоқу өнерінің қайдан шыққан белгісіз. Бірақ ілмекпен тоқу өнері Қытайдан шыққан деген тұжырымдама бар. Қазіргі таңда Еуропа жергілікті халқында 19 ғасырдан бастап ілмекпен тоқу өнері дами бастаған. Ілмекпен тоқудың шартты белгілері. Шартты белгілер екі түрде беріледі. Қысқартылған әріптер арқылы және де арнайы шартты белгілер арқылы беріледі. Мынау бос шалу деп аталады. Ол 0 шартты белгісінен беріледі. Орыс тілінде айтқанда воздушный петля деп аталады. Келесі жай шалу. Ол X немесе қосу шартты белгісімен белгіленеді. Орыс тілінде айтқанда столбик без накида деп аталады. Келесі бір жіп қосылған жай шалу. Ол Т әрпі ортасында сызығы бар болып белгіленеді. Орыс тілінде айтқанда столбик с накидом деп аталады. Келесі шеңбер сақинасын тоқу. Ол орыс тілінде айтқанда кольцо деп аталады. Бұнымен біз домалақ заттарды тоққанда пайдаланамыз. Мысалға алатын болсақ, қуыршақтың басын тоққанда осы әдісті пайдаланамыз. Келесі рельефті, он шалу рельефті, теріс шалу пико, ол бұйымымызды сәндегенде пайдаланылады. Бүгінгі шығармашылық жобаға алып отқан бұйымым қуыршақ және құлыншақ ойыншықтары. Бұл бұйымға қажетті құралдар, фурнитуралар және де материалдар. Құрал жабдықтарына келетін болсақ, құрал жабдықтарына қайшы, ілмек біздің 3 және 4 номерлері, тігін жіптері және де фурнитуралар. Материалдарына келетін болсақ, жіптің жүннен жасалған жіптер және синтетикалық жіптер. Және де ішін толықтыруға арналған синтефон керек болады. Бірінші кезең. Мен бұйымды тоқуда арнайы сызба нұсқасын, яғни эскизін сызып алдым. Бұл жайлы толығырақ айтып кететін болсам, құлыншақ ойыншығы. Бұл ойыншықта табиғи жүннен жасалған жіптермен тоқылған. Және де бұл жерде қоңыр түсті, қою қоңыр түсті, ашық сары түстер қолданылған. Бұлар жақын түстер болып саналады. Бұл түстер салмақтылықты береді. Және де құлыншақ ойыншығы бірнеше бөлікке бөлінген. Басы, көзі, құлағы, тұмсығы, мойны
денесі және де аяғы. Және де бұл ойыншықты безендіруге мен арнайы ұлттық нақыштағы жасалған ою-өрнектерді пайдаланамын. Және де келесі қуыршақ ойыншығы жайлы айтатын болсам, бұл ойыншық ақ түсті жіппен тоқылған. Бұл синтетикалық акрил жібі арқылы тоқылады. Және де бұл жерде қолданылған түстер қарама-қарсы түстер. Мысалға алатын болсақ, қызғылт және де көк түстер. Бұл қарама-қарсы түстер болып саналады, немесе контраст түстер. Бұлар құлыншақты тоқу барысында мен арнайы фурнитураларды қолданамын. Және де шашының түсі қоңыр түсті болады. Ол екіге бөлінген, және де қызыл түсті арнайы әдемі гүлмен шашы буылады. Және де аяқ киімінің түсі ашық сары түсті болып келеді. Ал көйлегі көріп отырғандарыңыздай қызғылт және де көк түстерден тоқылады. Және де келесі, мен қуыршақты тоққанда мынандай арнайы сызба нұсқалар арқылы тоқимын. Бұл сызба нұсқалар, бұл шартты белгілер екі түрге бөлінеді. Қысқартылған әріптермен немесе арнайы шартты белгілермен белгіленеді. Менің алып отырғаным қысқартылған әріптер. Бұл қысқартылған әріптер болып келеді. Және де келесі мынау құлыншақты тоқу барысындағы схемалар. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, менің қалай тоқитыным жайлы мағлұматтар. Және де мен осы ойыншықтарды тоқу барысындағы арнайы схемаларды тоқу барысында көрсетіп таныстырып отырамын. Мен қуыршақтың басын тоққанда осы схеманы пайдаланамын. Бұл схема жайлы айтып кететін болсақ, мынау бірінші шеңбер деп аталады. Осы шеңбер әдісі арқылы біз қуыршағымызды бастаймыз. Алдымен біз басынан бастап тоқимыз. Және де ілмекіміздің 3-ші номерін таңдап алдым. Бұл қуыршақтың басын бастағанда сақина әдісі арқылы бастаймыз. Және де енді осыған біз мынандай шартты белгімен белгіленетін жай шалуды тоқимыз. Бұл қосу немесе кейде X болып белгіленеді. 6 жай шалу тоқимыз. Мінекей, мен тоқып біттім. Енді бұны біріктіру әдісі арқылы біріктіреміз. Бұл мынандай сызықша арқылы немесе үтір арқылы белгіленеді. Мінекей, мен біріктірдім. Енді келесіде біз бір үлпілдек шалу арқылы жоғары қарай көтерілеміз. Сосын бұл мынандай шартты белгімен белгіленеді. 0 санымен белгіленеді. Және де бұны енді біз бір астыңғы жай шалуға біз 2 жай шалу тоқимыз. Одан кейінгісінде келесі астыңғы шалуға 1 шалудан, келесі астыңғы шалуға 2 жай шалудан тоқимыз. Солай жалғаса береді. Оны көбейту әдісі деп атаймыз.
Бұл көбейту әдісі деп аталады. Мінекей мына жерде мен әрбір шалуға мен жай шалудан 10 қатар тоқып шықтым. Енді келесі мен азайтып шалу әдісін қолданамын. Ол шалуға бір жіп аламыз, оны аяқтамаймыз. Келесі шалуға бір жіп аламыз, оны аяқтамаймыз. Менде 3 тоқылған жіп пайда болды. Енді сол үшеуінен бірдей жіпті алып өткіземіз. Енді келесі 6 жай шалу, әр шалуға 6 жай шалудан тоқимыз. Дәл солай тоқимыз, азайтып шалып. Енді мен иығын тоқимын. Иығын тоқушам біз 5 үрпілдік шалу тоқимыз. Енді әр шалуға жай шалудан тоқып шығамыз. Мен қуыршағымның қолын тігіп бітірдім. Және де келесі кезекте қуыршағымның аяқ киімі. Мен бұл аяқ киімді тоқып қойдым. Енді қысқаша қалай тоққаным жайлы айтып өтейін. Мен бірінші 8 үрпілдек шалу тоқып шықтым. Одан кейін бір жіп қосылған жай шалумен айналдыра тоқып.
бул жерде мынау алдыңғы аяқтары ұзын болады, және де ол жалғасып аяғына келгенде қысқартылып кетеді. Ал артқы аяқтары дәл сондай қысқартылады, бірақ қысқа. Конструкциялық кезеңі. Ізденіс жұмысында жобаға байланысты нақты қанша варианттар қаралды? 3 вариант қаралды. Бірінші вариант құлыншақ, екінші вариант қуыршақ, үшінші вариант орамал. Тиімді мәселені қарауда қандай мәселені меңгердің? Бірінші вариантты және екінші вариантты тоқуды дұрыс деп санадым. Себебі құлыншақ пен қуыршақ үйлесіп бірін-бірі толықтырып тұрады. Таңдалған варианттың басқа варианттарға қарағандағы ерекшелігі. Құлыншақ пен қуыршақ алдымызда келе жатқан мейрамдарға тікелей байланысты. Бұйымға жұмсалған материалдар. Тоқыма жіптің табиғи және жасанды түрлері, ілмек біздің түрлері. Технологиялық кезеңі. Жобаны орындау барысы қанша негізгі кезеңге бөлінеді? 3 кезеңге бөлінді. Бірінші варианттарды таңдау, екінші тоқылған бөлшектерді біріктіру, үшінші бұйымды сәндеу. Жобаны орындауда қанша материал түрлері қолданылды? Синтетикалық вискоза жібі, ішін толықтыруға синтифон, ою-өрнек. Жобаны орындауда қандай құрал-жабдықтар тағы да басқасы қолданылды? Тоқыма жіп, ілмек біздің екінші және үшінші нөмірі, қайшы, схема, ине және жіп, ою-өрнек, қатты қағаз, тоқылған гүл және сырға. Өзгерістер мен толықтырулар. Қуыршақ және құлыншақта өзгерістер қосылды. Қуыршақтың сырғасы және көйлегі ұлттық нақышта өзгертіліп тоқылды. Құлыншақтың сырт келбеті ою-өрнекпен сәнделді. Қорытынды кезеңі. Жобаның сапалық бағасы. Сапасы өте жоғары. Қуыршақ 3000 теңге, құлыншақ 3000 теңге, жалпы бағасы 6000 теңге. Саудада тұрған заттардың артықшылығы өз қолымен жасалған, сапалы, үнемді. Экологиялық тұрғыдан қарағанда адам денсаулығына ешқандай зияны жоқ. Жобаны орындауға 2 апта уақыт кетті. Жобаны орындау барысында қандай қиындықтар болды және одан қалай шықты? Бұйымның екі жағы симметриялы болмай қалды, сөгіп қайта тоқуға тура келді. Жобаға өзің қандай баға қояр едің? Өте жақсы деген баға қояр едім. Мынау менің өнімнің сатылымға шығаратын белгісі, жүрек пішінді, инициалы М деген әріп, менің атым Мадина деген аттан шыққан. Жарнама. Ғажайып көрініздер, тоқылған жасалған сыйлық бұйым алуға келіңіздер. Мекен жайымыз Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектеп, Жібек жолы нөмірі 57. Және де мен өзім бұл қуыршақ және құлыншақ ойыншықтарын салуға арнайы қорап дайындадым. Суреттерін жабыстырып қойдым. Және де инициалын, сатылым белгісін жабыстырып жасап қойдым. Және де мынандай қорапты сыртына суретті жабыстырып әдемілеп сәндеп қойдым. Қазір менің бұйымым өте әдемі шықты. Сіздерде осындай бұйым жасауға кеңес беремін. Мінекей, менің бұйымым дайын болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.